Эфирде Қажыгелді мырза, экономист, PhD доктор, Экономика ғылымдарының PhD кандидаты. PhD кандидат Иә. қазір тұрғанда. Сол тақырып жалпы қажете еліміздегі құқықтық сауаттылыққа өзінің деңгейіне баған және осы саланы арттыруда қандай ұсыныстарын қандай ұсыныстар айта аласың? Ең әуелде құқықтық сауаттылық деген кезде енді экономикамен байланыстыратын болса қаржылық сауаттылық дейді. Сол қаржылық сауаттылықпен байланысты құқықтық сауаттылықтың да аспектілері бар. Қарапайым негізде бізде жұртшылықтың бір қарайтын болсақ қаржылық сауаттылыққа қатысты енді бір межесі ретінде өзінде қаражат деген табыс көзі салыстырмалы төмен мөлшерде болса да бірнеше миллиондаған той жасауға ынталы кейбір азаматтарымыз. Бұл мысалы қаржылық сауаттылыққа жатпайды. Ал бірақ екінші жағдайдан қарайтын болсақ қызық не бар осы қоғамда, халықтың ортасында. Қыстың күні арнайы дайындалып жаздың киімін алады скидкамен, арзан бағада тұрғанда. Жаздың күні арзан бағада қыстың киімін алады. Бұл енді қаржылық сауаттылықтың бір көрінісі. Көрдіңіз бе? Сондықтан да халықта қоғам арасында осындай бір оң жақтарда кері мәселелерді қатар жүріп отыр. Құқықтық сауаттылықтың бір межесі және халық арасында ең айқын көрінісінің бірі ол қаржылық сауаттылық. Қаржылық сауаттылықпен негізінде құқықтық сауаттылықтың да болмысы түзеледі. Неге? Бірінші қаржылық сауаттылық. Менің ойымша қаржылық сауаттылық. Неге? Өйткені адам қарапайым мысалы мектеп оқушысының баласы, университеттің түлегі. Ең бірінші оның сауаттылығы анықталатын мәселе мектептен тыс, білімнен тыс. Ол өзінің стипендиясы, ол өзінің меншікті қаражатын қалай қолдануда. Қалай тиімді пайдаланып жатыр. Егер де 10 сауды шашатын болса, бір кітап данасын сатып алуға, оқулық сатып алуға жұмсамаса, онда оны қалай біз сауатты адам деп айтамыз. Кейін ол құқықтық мәселеде де осындай өрескел қателіктер жібереді. Көресіз бе? Қандай байланысы бар? Өйткені өзінің жеке меншігіндегі қаражатына немқұрайлы танытатын азамат, ол құқықтық салада да белгілі бір немқұрайлы танытатын ықтималдығы өте жоғары. Белгілі бір келісімшартқа отырғанда, белгілі бір мысалы қоғамда бір жаңалық шықса, осындай мысалы заң шығып жатыр, осындай бап шығып жатыр деген кезде де ол осындай бір кейбір қателіктерге немесе бар болып тұрған мүмкіндігінен айыруы мүмкін. Бірақ бұл халықтың арасында қаржылық сауаттылық жоқ деген білдірмейді. Кейбір қаржылық сауаттылықтың белгісі бар айтқандай. Қыстың күні жаздың киімін дайындайды арзан бағада, жаздың күні қыстың киімін сатып алады арзан бағада. Бірақ тойға келгенде, осындай бір шашуға келгенде, бір кейбір аса бір даңғазалыққа салынғанда рас қаржылық сауаттылыққа бір кері іс-әрекеттердің көрінісін байқаймыз. Бізде мынадай түсінік бар, сауатты адам деген түсінік бар, образованный дейді ғой, оның түр-түрі бар, мысалы мәдениеттілік деген бар. Енді оның да өлшемдері әртүрлі ғой. Мысалы жалпы ән айтып, билеп, әдемі сөйлеген адамды біз мәдениет дейміз да, бірақ құқықтық мәдениет деген бар. Сол сияқты сауаттылықтың да түрі бар. Мысалы бізде диплом алғандары, енді біз диплом көп алатын мемлекеттің біріміз ғой. 4-5 дипломы бар, адамдар көп арамыз. Бірақ сауаттылыққа келген кезде салалық сауаттылық деген бар. Кейде өзінің саласын адам білуі мүмкін, жақсы. Мысалы бухгалтерия білуі мүмкін, әншілігін білуі мүмкін деген сияқты. Бірақ құқықтық сауаттылық мен ойымша, мен түсінігімде, бұл жалпы базалық сауаттылықтың көзі. Кез келген адам өзінің базалық құқығын білу керек. Осы деңгейде өзін баған, жалпы Қазақстан халқыны егер пайыздық өлшеммен есептесек, қандай баға бересің халықтың қазіргі деңгейі құқықтық сауаттылығында? Құқықтық сауаттылыққа баға бергенде мынадай мәселе бар ғой. Бізде университет тарапынан мысалы көптеген балалар, студенттер бар, енді бүкіл емес, жақсы оқып жүрген студенттер бар, бірақ өзі лекцияға келмейді, семинарға қатыспайды. Бірақ сессияға келген кезде төмен баға алса, ертең мұғалімге хат жазады, арыз жазады. Неге төмен баға қойды деп. Бұл құқықтық сауаттылықтың көрінісі. Бірақ екінші есеп жақтан қарайтын болсақ, мысалы бізде көптеген олимпиадалардан жеңіске жетіп жатқан, өзінің білімін, ғылымын паш етіп жүрген балалар көп. Олар қалай алды ол білімді? Өзі заң бойынша бекітілген мемлекеттің грантын алды. Егер мемлекеттік грантты оқыса, грантты оқымаса да белгіленген мұғалімнің тапсырмасын орындады.
лекциясын тыңдады, сессияларын тапсырды, лайықты бағасын алды, қазір енді өзінің саласы бойынша жетістікке жетіп жүр. Бұл құқықтық сауаттылықтың жемісі. Сондықтан да бұл жақта да енді процентпен баға беру қиын шығар. Осындай екі жағдаймен ғана қарастыруға болады. Не адам құқықтық сауаттылықтың мүмкіндігін толығымен танып, біліп, соны өзінің жетістігіне айналдырады, ал кейбір адам бар болып тұрған мүмкіндіктен айырылуы мүмкін. Мысалы, мемлекеттік грант бөлініп тұр, бөліне тұра университеттің сабағын дұрыс алмау, ол мысалы құқықтық сауаттылыққа мысалы кері қарап түседі. Ақпараттық мәдениеттің төмендігі шығар. Бұл жерде ақпарат мәдениет деген былай түсінуге болады. Мысалы, мемлекет тарапынан госоргандардан бір жаңа ақпарат шықса, мысалы бір осындай шешім шығарады. Кейбір кісілер мысалы сатирамен бір дүние айтуы мүмкін. Сол мысалы сатираны нақты жаңалықтардан айыра алмай қалса, немесе бір жаңалық шықты, осындай мысалы пособие беріледі екен деп бәрі бірден соған беріп жіберді мысалы. Бір жерде мысалы мыңдаған процент инвестициялық табыс бар екен деп бірден соны қарастыру жөнелу мысалы. Мен бұны бір деңгейде ақпараттық мәдениетке балап жатамын негізі. Бұл жерде енді мәселе көрдіңіз бе? Сауаттылықтың түрлері көп. Діни сауаттылық, функционалдық сауаттылық, оқу сауаттылығы, құқықтық сауаттылық, қаржылық сауаттылық, ақпараттық сауаттылық деген түсініктер бар. Бұлай қарайтын болсақ, барлығы бір-бірімен байланысты. Сауаты бар адам осы сауаттылықтың түрлерінен бәрін ойына сіңірген, болмасам табылған адам деуге. Қысқаша қайыратын болсақ, сауатты адам кім десек? Бізде қазір мынандай бір индикаторды айтуға болады. Қазіргі таңда адвокаттар, заңгерлер, конторалар дейді өте көбейген. Мысалы, әр үйдің бұрышына қарасаңыз, қазір сондай қызмет түрлері бар. Кейде мен ойлаймын, нарық енді реттейді ғой. Сұраныс болған сайын жаңағы ұсынысты көбейеді ғой. Яғни кәсіпкерлік сала ретінде көбейіп жатыр. Ал былай қарасақ, құқықтық кеңес беретін мекемелер көп, мемлекеттік ақысыз. Ол прокуратурада береді, ол құқық қорғау органдары, полиция барлығы да береді. Сонымен қатар Қазақстанда әділет министрлігінің тарапынан құрылған өзі колл-центрлер бар, құқықтық жаңағы кеңес беретін. Бірақ алайда азаматтар көбінесе ақылы жерге барады. Бұл нені көрсеткіші? Бұл да құқықтық сауаттылықтың төмендігі емес пе? Бізде мысалы құқықтық сауаттылықты енді бұл жерде мәселе көрдіңіз бе? Екі жақта да қарастыруға болады. Сол қызметті беруші және сол қызметті алушы адамдан. Бізде квотамен берілетін мысалы медициналық тегін құн түрлері бар. Мысалы кейбір дәрі-дәрмектер бар. Сол бізге келгенде мысалы сол дәрі-дәрмектің тегін берілетінін білмей, оны мысалы аптекадан ақылы сатып алса. Ол құқықтық сауаттылық па? Бұл ақпарат көрдіңіз бе? Құқық бәрібір де оның астарында құқық бар ғой, заңмен бекітілген. То есть нормативтерді оқымайды. Нормативтер бар ондай. Ал екінші жақтан мысалы мәселелер бар. Бір адам квотамен алды, жаңағы мысалы операция, мысалы біреудің өзінің медициналық мысалы көмегіне денсаулық сақтау бойынша бір қызметін алды, тегін түрде. Бірақ ол тегін алса да қарама-қарсы жақтан мысалы айтуы мүмкін ақша төлеңіз деп. Көрдіңіз бе мәселе қайда жатыр? Сонда адам мемлекет бюджетінен тегін беріп тұрған дүниеге ақылы түрде төлеп отыр. Осындай да жағдайлар бар. Мысалы медицина саласында көресіз бе? Осындай мәселеде сондай жағдайға тап болған адам құқық қорғау міндетті түрде енді сотқа, прокуратураға бару да емес. Жаңа сіз айтқан адвокатурада. Қарапайым мысалы ең алдымен ауруханаға жазып, денсаулық сақтау министрлігіне жазып, мысалы арызды. Сосын барып прокуратура. Бізде қандай мәселе бар? Бізде белгілі бір проблема шықса, бірден прокуратура, бірден антикор, бірден үлкен органдар. Мүмкін бұл жерде жаңағы ең бірінші сол салалық объектілер бар. Немесе аурухана болсын, мекеме болсын, сол деңгейде арыз жазып, кейін сосын мысалы е-өтініш деген бар. Көптеген мәселелер қазір е-өтініш деген платформалар арқылы шығып жүр. Ең бірінші соған жазып, сосын болмай бара жатса, жаңағы нелерге жазуға болады, инстанцияларға, жоғарғы инстанцияларға. Сол ұсыныс не істеу керек? Жалпы мемлекет тарапынан болсын, жалпы халыққа не істеу керек құқықтық сауаттылық? Менің ойымша мектеп партасынан бастап құқықтық сауаттылықты ашатын пән немесе әр пәннің астарына құқықтық сауаттылықтың элементтерін оқыту қажет. Қалай? Мысалы, тарих сабағы бар. Тарих сабағының астарында мысалы конституция дегеніміз не? Мысалы тарихта 1993 пен 95 жылдары конституция қабылданды деп жазып ма? Астарында конституция деген не? Ондағы құқықтар қандай? Мен әр азаматтың құқығы қандай? Мысалы жазылсын. Географиядан мысалы бір флора, фауна туралы өтіп жатыр ма тақырып? География пәні бойынша флора, фауна, табиғат туралы өтіп жатыр ма тақырып?
астарында жаңағы қоршаған ортаны қорғау қажет. Осындай жануарға заң баптарымен көрсету қажет. Міне әрбір осындай пәнін параграфтан өтіп жатқан кезде бір-екі баптан болсын мысалдар келтіріп жүрсе, баланың есінде қалады. Сосын ол алған білімді университетте ары қарай үлкен өмірге қолданады. Міне ағартушылық дегеніміз осы. Осындай ағартушымен айналысу қажет. Бірақ тағы да қайталап өтемін, халықтың толығымен мысалы сауаттылық жоқ деп те айта алмаймыз. Бірақ әрине сауаттылық осы халықта қалу қажет деп айта алмаймыз. Сауаттылықты үнемі арттыру қажет. Өйткені заң өзгеріп жатады, әлем өзгеріп жатады, сауаттылық деген бір деңгейде қалмайды. Ол әр кезде. Мысалы, бүгін күнмен сауатты болып жүрген адам заң оқымаса, жаңалықтар білмесе, ертең күні оны сауатты деп айта алмаймыз. Сондықтан да сауаттылықты үнемі арттыру қажет. Қажеке, көп рахмет. Сізге рахмет.